Мен Телбаева Жадыра Жарыққызы. Ұлытау облысының Ұлытау ауданының әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің Қарсақбай кентінде әлеуметтік қызметкері болып жұмыс атқарамын. Қазіргі таңда 5 баланың анасымын. Қарамағымда 6 қызмет алу үшін қарт кісілерім бар. Өз ісімді адалдықпен, мейіріммен атқарып келемін. Қарт адамдарға көмектесу мен үшін тек міндет емес, жүрек қалаумын. Әр қартқа жанашырлық танытып, қолдау көрсетуге тырысамын. Менің басты мақсатым үлкендерге қамқор болып, олардың өмірін жеңілдету, көңілдеріне қуаныш сыйлау. Әлеуметтік қызметкер ретінде еңбегім арқылы қоғамға, халқыма пайдамды тигізуге әрқашанда қуаныштымын. Мен мамандығымды шын жүректен жақсы көремін. Және осы салада жұмыс істеу арқылы өзімді үнемі жетілдіріп, кәсіби дамуды жалғастырамын. Бұл менің таңдаған жолым, және мен оған қол берудемін. Я здесь уже давно, я хорошо очень знаю людей в Карсакбае. И вообще Карсакбай это хорошее место, хорошие люди. И с Жадрой вот связала близко судьба, что мы постарели. Вот. А теперь она у нас соцработник. Что сказать, безотказный человек. Всегда придет с настроением, всегда спросит, что надо сделать, сделает и еще больше сделает. И хлеб не забудет принести, когда привезут, и воду привезет, и траву вот мы вместе с ней пололи в огороде. Ну что, и лекарства принесет. Из города вот заказывала я кое-что, чтобы она привезла. Ну что сказать, очень хороший человек. Я ее люблю, как свою дочку. Вот. У меня дочери нету, но Жадра как дочь.